Мағжан Жұмабаев ауданының орталығы Булаев қаласында тұрып жатырмыз. Келгенімізге міне қазір 8 жыл болды, Аллаға шүкір. Тіршілік қылып осында тұрып жатырмыз. Былай айтқанда, мұнда көшіп келіп, ауа райына да үйренді, бала-шаға да жерсініп, содан өзімізге ыңғайлы болғаннан соң осы жақта тұрып жатқан жайымыз бар. Міне Аллаға шүкір, кішігірім шайхана ашып алғанбыз. Шайхананы ашқанымызға 4 жылдай уақыт болды. Сол жұмыспен қамту бөлімі жағынан кішкене поддержкалары болып, әйтеуір сол гранттар беріп, сол гранттарды алып, пайдаланып уақытысында. Содан мынандай живая вода дейді, фильтрованный тазартылған су орнаттық мына жерге, осы жақында. Содан мына жерден бір кішігірім кілем жуатын цех ашқанбыз. Кілем жуатын біздің аудан орталығында жоқ бизнестердің біреуі. Сол кілем жуатын цех аштық. Балалар жүргізіп жатыр, Аллаға шүкір. Соның ар жағынан бір 2 бокс автомойка қойдық. Самопушка дейді ғой, жаңағы өзі жуатын. Келген кісілер өздерінің көліктерін жуып кете береді. Мына жерден бір кішкене есік ашайын деп отырмыз, Алла бұйыртса. Оборудованиесін бүткіл подъемниктердің барлығын алып қойдық. Бұның барлығына да сол жаңағы жұмыспен қамтудан гранттар бөлінген. Кішігірім гранттар бар, бұларды алып, балалар өздері деп отқан жайы бар. Сол менің айтайын дегенім, ештемеден қорықпастан, қаймықпастан, тәуекел, жел қайық өтесіне кетесін дейді, тәуекел қылып, сол шетелге болмаса бір шекара асып кетіп отқан жағдай жоқ қой, осы Қазақстанның ішінде көшіп, ештемеден қаймықпастан осында келіп тіршілік жасауға болады. Оның бірде-бір дәлелі, міне осы тіршілік, осының барлығы сол еңбекпен келіп отқан жағдай ғой, бәрі. Еңбек етсе бәрі болады. Маған өкімет не береді екен деп, өкіметке де ауыз ашып қарап отырудың реті жоқ деп ойлаймын. Әрекет болса, берекет болады.